Сәлеметсіздер, менің есімім Алтынай, Жуман Груп компаниясының маркетинг план түсіндірейін деп тұрмын. Жуман Груп компаниясы, бұл компания болғанда компания емес, корпорация. 2,5 ай болды, уже 3 ай Қазақстанға келгеніне маркетинг планы бізде классика. 1 январдан бастап кішкене товарларға НДС қосылғаннан кейін ценалары, бағалары өзгерді. Курс бізде 75 юань, бір теңгеміз 75 юань. Одан кейін бұл жерде корпорация осы MLM системаны ашу үшін 80 миллион юань құйып ашып отыр. Өздеріңіз білесіздер, Қытайда сетевой системаға рұқсат берілмейді. 80 миллион подушка құйып, сөйтіп ашып отыр. Енді тез қазір классиканы мені түсіндіріп өтейін. Маркетинг планы, бізде маркетинг план классика. Классика болғанда да өте керемет маркетинг. Бізде бірінші бонусымыз біздің реферальный бонус и повторная покупкадан тура сондай процентпен аласыздар. Ең бірінші біздің пакетіміз бір товарымыздың бағасы 333.825. Бұған еще бізде үйге жеткізу жолына қосылады. Доставкасына қосылады 2000 теңге, где-то сондай. Сонда мына жерде 34 000 теңге бір товарымыз болады. Сонда бір продуктамыз 34 000 теңге болса, 10% реферальный бонус, 10% скидкамен аласыздар. Бірінші товарды өз ценасын аласыз, екінші товардан бастап уже 10% скидкаға шығасыздар. Екінші пакет бізде 157 575 теңге болады. Ол жерде 5 продукт аласыздар. 5 бірдей продукты, әйтпесе өзіңіз таңдап осы суммаға жеткізіп аласыздар. Ол жерде сіздер сразу 20% скидка, реферальный бонус и 20% скидкамен кіресіздер. Үшінші пакетте бізде 3 түрлі товар бар. Ол жерде 168 375. Ол жерде де жаңағы очищение, одан кейін жаңағы спрей, одан кейін тағда 5 продукция алсаңыздар, осындай 20% кіресіздер. Ол жерде 3 пакет болып тұр, 3 түрлі, қайсысын таңдайсыз, өзіңіз таңдап аласыз. Одан кейін 187 875 теңге, оған тағда жаңағы доставкасы қосылады. Бұл жерде де бұл очищение, программа очищение аласыздар, 20% реферальный бонус, 20% скидкамен кіресіздер. 435 000 теңге дейді. Бұл жерде 15 түрлі продукты аласыздар. Ол кезде сразу 30% реферальный бонус, 30% скидкаға кіресіздер. 1 650 000 деп тұр. Бұл жерде 1 650 000 емес, кішкене тағда өзгереді. Мне кажется, 1 700 000 где-то будет. Ол жерде 68 продукт аласыз, өзіңіз таңдап аласыз. Ол кезде сразу 40% скидкамен кіресіз, 40% реферальный бонус түседі. Одан кейін мына жерде 17 миллион 500 000 болады. Бұл жерде кішкене өзгереді. Мына жерде 1 миллион 700 болуы мүмкін, мына жерде 17 миллион болуы мүмкін. Кішкене өзгереді, әлде де қазір стаканица етпей жатыр цена, соны қазір қояды, құда қаласа. И ол жерде мына суммамен кірген кезде бұны сіз өзіңіз төлеп кірмейсіз, бұл жерде командный методпен жасайсыз. Бұл жерде 50% реферальный бонус, 50% скидка болады товарға. 49 миллион 500 000 деп тұр. Бұл жерде де кішкене цена өзгеруі мүмкін, доставкасы бар, басқасы бар. Ол жерде сіз уже 60%-ке шығасыз реферальный бонус. 60% скидкамен аласыз. Енді түсіндіріп өтейін. Енді қараңыздар. Мысалыға, сіз мына пакетпен кірген болсаңыз, 10%-пен кіріп тұрсыз, 10%-пен кіріп тұрсыз, 10% скидка алып тұрсыз. Сіздің артыңыздан сізге шақырған адам 20%-пен келетін болса, 20%-пен, сіз сразу автоматически 20%-ке өтесіз. Бұл жерде, почему айтамыз, тез көтерілесіз деп, осының арқасында сіз тез көтерілесіз. То есть, сіз 10%-пен кірген күннің өзінде де артыңыздан 20%-пен алып адам пакет кірсе, сіз сразу автоматически 20%-ке көтерілесіз. Егер осы кісінің артынан тағы да бір кісі келіп, мен жоқ, мен сразу 30%-пен кірем дейтін болса, мына суммаменен, ол кезде сіздің алдыңыздағы тұрған кісілер, сол кісінің алдында тұрған кісілер тоже мына кісі де 30%-ке көтеріледі, и мына кісі де сразу 30%-ке көтеріледі. Не, керемет, я? Одан кейін 40%-пен кіретін болса,
кісі, енді мен классика түрінде айтып жатырмын, 40%-пен кіретін болса, мына кісіде 40%-ке көтеріледі, мына кісіде 40%-ке көтеріледі. Енді осылай жасауға болады. Енді 50%-ті оны уже командный методпен жасайсыздар. Біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз мына товар оборотты жинау. Өзіңіз аласыз ба товарды? Артыңыздан адамдар кіре ма? Осы суммаға жеткен кезде автоматически мына проценттерге өте бересіздер. Түсінікті ма? Енді қараңыздар. Сөйтіп, бұл жерде бір ерекшелігі, біздің маркетингтің ерекшелігі еще жаңағыдай 5-ші поколенияға дейін реферальный бонус аласыздар. 5-ші поколение дегеніміз не? Бұл жерде классика, бұл жерде екі аяқ деген жоқ, шатастырып алмаңыздар. Бұл жерде, мысалға сіз кірдіңіз, мысалға 10%-пен кірдіңіз дейді. Сіздің астыңызда бірінші адам келді, екінші адам, үшінші адам, төртінші адам, бесінші адам келіп тұрма. Сол 5 адамның барлығынан сіз не істейсіз? Реферальный бонус аласыз. Қараңыз. Қандай процентпен кіреді мына кісілер? Сіз қандай пакетпен келіп тұрсыз? 10-мен кірдіңіз ба, 20-мен кірдіңіз ба, 30-бен кірдіңіз ба, или 40-бен кірдіңіз ба, сол 50-ге көтердіңіз ба? Сол процентіңізді осы 5 поколениядан алып отырасыздар. Сіздің өзіңіздің жаңағы 60%-ге дейін осылай көтеріледі. Мына кісілердің барлығы 5 поколенияға дейін жаңағы товар алған кезде, соның мысалға 60-ға шыққан кезде, соның проценттері сізге көтеріліп отырады. Мынау мысалға личнигіміз астымыздағы, оның мына кісінің личнигі, мына кісінің личнигі мынау, сөйтіп кете береді. Сөйтіп, мына кісілердің алған, именно мына кісінің алған товарынан емес, мына кісінің жиналып келіп, мына жерге келеді ғой, мына кісі алады ғой бәрінен. Сол кісінің алған товарынан, ценасынан 60% мынадан сізге түседі. Мынадан жиналып келіп. Кейбіреулер шатастырады, каждыйынан мен 60% аламын. Ондай емес, жиналып келіп, мына жердегі кісіге қанша түседі, содан сіз 60% аласыз. То есть 5-ші поколенияға дейін сондай реферальный бонус алынады. Бұның ерекшелігі классика болғанмен осы болып тұр. Енді қараңыздар, бұл жерде қалай айтсаңыздар да, мысалы, солнышко дейсіз ба, линейка дейсіз ба, бүйтіп личник қоя беруге болады. Қанша личнигіңіз болса, сонша личнигіңіздің 5-ші поколениясына дейінгі түсіп жатқан товар обороттан сіз осындай проценттер алып отырасыз. Қараңыз. 2, 3, 5, 4, 10 жаза беруге болады личниктерді. Но кейбіреулер 5 личник жазып алып, глубинаға жұмыс істеп жатыр. Кейбіреулер жаңа 10 личник жазып, одан кейін барып глубинаға жұмыс істеп жатыр. Енді ол өзіңізге байланысты. Қалай жасасаңыздар. Самый главный біздің міндетіміз на 60%-ке шығып алу. 60%-ке шығып алу. 60%-ке шығып алғаннан кейін бізде командный бонус деген екінші бонусымыз бар. Ол бірінші числодан 30 числоның арасында беріледі. Егер сіз командный методпенен 11 миллион 200 мың жинасаңыз, осы сумманың 2%-ін аласыз. Это пассивный, настоящий пассивный доход. 30 миллион бұның барлығын сіз жинап атқан жоқсыз. Міне команда жинап жатыр мына жақта. Командный методпен 30 миллион жинадыңыз, оның 4%-ін алып отырасыз. 60%-ке жеткен кісілер. 60 миллион жинаған кезде 5%-ке шығасыз. Сол кезде сіздерге баяғыда басқа компанияларда айтып жүрдік қой, жаңағындай статусқа берілетін премия деп. Бұл жерде осы 5%-ке шыққан кезде статусқа берілетін премиямыз 375 мың теңге. Бұл жерде как бір рет беріліп қоймайды ерекшелігі. Осы 375 мың теңгені сіздер ойлаңыздар, уже ай сайынғы айлыққа шықтым деп. Мыналарды да алдыңыз бір рет, одан кейін мынаны алып жатырсыз ай сайын, мынаны ай сайын аласыз, пока мына суммаға жеткенше. Қараңыздар. Мынаның барлығы, мына 135 мың 90 миллион 6%, 135 миллион 7%, міне 8%. 8%-ке келген кезде мына суммаға шықтыңыз ғой, осы сумманы мына суммаға келгенше ай сайын алып отырасыз. Ай сайын айлығыңыз керемет па? Өте керемет. Мына суммаға жеткен кезде опять тағы да айтам, бұл командный методпен жиналған товар оборот, мына жерде сіз мына суммаға айлыққа шығасыз. Одан кейін 13%-ке жеткенде 1 миллион 500 мың теңге ай сайын айлық алып отырасыз. Ай сайын айлық бітті ма, міне 30 бітті ма, уже сразу сіздің
кошелегіңізге түсіп отырады. Қазіргі таңда біздің 13%-ке жеткен Сайрагүл ханым, осы компанияны алып келген кісі, біздің первый чегіміз міне 13%-ке жетіп отыр. Оның астында еще 60% жауып атқан адамдар жетеді мына жерде, олар да қазір келе жатыр жайлап. Енді одан кейінгі біздің бонусымыз разница от товарооборота. Мысалға 13%-ке жеттіңіз ба, ол 13%-ке жеткен кезде сіздің астыңыздағы адамдардың біреуі өзіңіздің личныйыңыз бола ма, или басқа адамдардың шақырған адамдар бола ма, сол адамдардың қайсысы 60% жапты, сол 60%-тің 2%-ін мына жерде 11 миллион 200 мың болғанда 2%-ін өзі алаттағы, қалған разница 11% сізге түседі 13% жапқан кезде. Одан кейін 4%-ке жеткен кезде ол кісі өзі 4%-ына суммадан алаттағы, қалған 9%-і сізге түседі. Солай кете береді. 5%-ке түскен кезде сумма различиясы сізге түседі. Одан кейін сөйтіп кете береді да 13-ке келеміз. 13-ке келді ол кісі де сіздің астыңызда бір личник деп айтайықшы. 13-ке келді, личник болсын, личник болмасын, бұл жерде санала береді астыңыздағы бөбен адам, қандай адам болса да. Сөйтіп 13-ке ол келген кезде басқа классикаларда уже сіз ол адамнан ақша ала алмай қаласыз. А бізде ерекшелігі 13%-ке жеткен кезде сіз одан 30% разница аласыз. 30%-ін аласыз осы тапқан табысының осы адамның. Бұл біздің 4-ші бонусымыз. 5-ші бұл жерде орынбасар деп айтылады, замдиректор, заместитель директора деп айтылады. Бұл жерде астыңызда келген любой адамның, төмендегі адамдардың 4 адам 60% жапқан кезде, сіздің адамыңыз болсын, басқа адам болсын, сол кезде сіз товарообороттан 600 миллион товарооборот жасалды ол жерде. Сол кезде сіз бірінші уровеньнан 40% аласыз общий, екінші уровеньнан 10% жаңағы товарооборотынан табыс аласыз. Одан кейін директор деп айтылады, ең соңғысы. Бұл жерде астыңыздағы адамдардың 60% 8 адам жапқан кезде каждый товарообороты 1 миллион 500 мың, 500 қанша болады? 1 миллиард 500 мың екен. 1 миллиард даже айта алмай отырмыз. 1 миллиард 500 мың теңге, содан сіздер аласыздар преимущество. Бізде бірінші уровеньнан 50% аласыздар, екінші уровеньнан 20%, үшіншіден 10%, төртінші уровеньнан 5% аласыздар. Преимущество: нет активаций, нет взращивания лидеров, оборот накопительный, нет сроков. Қалай жасасаңыз да өзіңіздің жылдамдығыңызға байланысты. Міне, самый главный біздің міндетіміз товарооборотты тез көтеріп алу, 60-қа жету болды. Басқа ешқандай бізде артық ештеңе істеудің қажеті